Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз квадрат теңдеудің шығару тәсілдерімен танысатын боламыз. Бірінші, квадрат шығару тәсілінің бірінші түрі жіктеу тәсілі. Жіктеу тәсілі дегеніміз, мысал ретінде 3х квадрат теңдеу 3х квадрат минус тең болады 27-ге деген өрнек берілсін. Осы есепті қалай шығарамыз? Ол үшін бірінші 27-ні жіктеу тәсілін қолданамыз. 27-ні кері теңдіктің оң жағына қарай өткіземіз. 3х квадрат азайтылған 27 тең болады 0-ге. Енді бұл жерден 3-ті шығарамыз. 3-ті шығарсақ, сонда х квадрат азайтылған 9 тең болады 0-ге. Енді ары қарай 3х квадрат формуламен жазсақ х минус 3, х плюс 3 тең болады 0-ге. Сонда бұл жерде бірінші түбіріміз х минус 3 тең болады 0-ге, х плюс 3 тең болады 0-ге. Х тең болады, х1 тең болады, сонда 3 0 жаққа қарай өтсе плюстан бөлінеді, 3 х2 тең болады, 0-дің оң жағына қарай өтсе минустан бөлінеді, минус 3. Сонда жауабы 3 және минус 3 болады екен. Жіктеу тәсілін, келесі жіктеу тәсіліне мысал шығарып көрейік. Мысалы бізде 5х квадрат, келесі мысал, жіктеу тәсілі 5х квадрат қосылған 3х тең болсын 0-ге. Бұл есепті жіктеу тәсілімен қалай шығарамыз? Жіктеу тәсілі жақшаның сыртына екеуінде де бар элементті шығарамыз. Сонда х-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде х-ті шығарсақ 5х қосу 3 тең болады 0 болады. Енді х1-ді 0-ге теңестіреміз. х1 0 және 5х қосу х2 екінші түбір тең болады 0-ге. Сонда х1-іміз 0-ге тең болады. х2-міз минус 3 бөлінген 5 деген сондай жіктеу тәсілімен шығардық. Енді мынандай келесі жіктеу тәсіліне байланысты келесі есепті шығарайық. Бізде 5х квадрат азайтылған 5х қосылған 6 тең болады 0-ге. Енді біз бұл жерден минус 5 дегенді жіктеп алайық. Минус 5 дегенде х квадрат, минус 5 дегенде 2х азайтылған 3х қосу 6 түрінде жіктесек болады. Сонда біріншісін бірінші жақшаға аламыз. Мына өрнекті сонда бірінші жақшаға аламыз. Мына екіншісін екінші жақшаға аламыз. Сонда бізде х квадрат 2х азайтылған, ортасында минус ет, 3х. Мына жерден плюс ет, плюс пен минус көбейткенде плюс болғандықтан мына жерде минус қалады. 6 тең болады 0-ге. Енді екеуінде де бар. Бірінші жақшада екеуінде де бар. Х екеуінде де бар. Сондықтан жақшаның сыртына х-ті шығарамыз. Х азайтылған х минус 2 болады. Екінші өрнектен жақшаның сыртына 3-ті шығарамыз. Сонда х азайтылған 2 тең болады 0-ге. Енді екеуінде де бар өрнекті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда х минус 2 деген екеуінде де бар болғандықтан жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде х азайтылған минус 2 жақшаның ішінде қалады. Х азайтылған 3 деген өрнек қалады.
Енді екеуін жеке-жеке теңестіріп, жауаптарын түбірлерін табамыз. Сонда x1 азайтылған 2 тең болады 0-ге, x1 тең болады 2-ге. Және x2 азайтылған 3 тең болады 0-ге, сонда x2 тең болады 3-ге. Сонда жауабы 2 және 3 деген өрнек шығады екен. Келесі есепті шығарып көрейік. Біз келесі мысалы ретінде мынандай есеп шығарайық. X квадрат x квадрат 2x квадрат қосылған 3x азайтылған 2 тең болады 0 деген. Бұны жіктеу тәсілімен қалай шығарамыз? Бұнда біз қарасаңыз 3x деген сан бар. Тағы да 3x деген сан бар. 3x деген санды біз қалай жазуға болады? Біз былай жазсақ болады ғой, 3x-ті 4x азайтылған 1 деп жазсақ 3x-ті береді. Сонда 2x квадрат қосылған 4x азайтылған x азайтылған 2 тең болады 0-ге. Енді қараңыз, бірінші жақшаға алу керек болады бізде. Ол бірінші өрнек. Ұқсастарын бір жақшаға аламыз. Мына екеуі ұқсас және мына екеуі бір-біріне ұқсас. Сонда бізде өрнегіміз былай түрленеді. 2x квадрат қосу 4x бір жақшаға және арасында азайту x плюс 2 болады. Себебі бізде жақшаны ашқан кезде мына өрнектің өзін қайтадан береді. Минус x, минус 2 тең болады 0-ге. Енді бірінші өрнектен 2x-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Бұл кезде x плюс 4 болады. Екінші өрнектен x плюс 2 деп өзін жазып қоямыз. Сонда бірінші өрнектен біз x плюс 2 мына жерде. x плюс 2-ні жақшаның сыртына шығарып жесек, барлығында бар өрнекті шығаруымыз керек. Барлығында бізде x плюс 2 деген өрнек 2 теңдеуде де бар. Сондықтан да шығарамыз. Сонда x плюс 2 не 2x азайтылған 1 болады. Тең болады 0-ге. x плюс 2 тең болады 0-ге және 2x минус 1 тең болады 0-ге. Сонда x1-іміз минус 2-ге тең екен. Ал x2-міз 2x тең болады 1-ге. Бұдан x2 тең болады 2-ден 1. 1 бөлінген 2-ге тең болады екен. Тағы бір мысал қарастырып көрейік. Мысал ретінде біздегі берілген есеп 4x квадрат минус 12x қосу 9 тең болсын 0-ге. Енді біз 12x-қа мән назар аударамыз. 12x. 12x-ті жіктеу тәсілі арқылы қалай жазуға болады? 12-ні минус 12 деген санды 12x деген санды біз минус 6x қосу минус 6x деп жазсақ болады. Онда 4x квадрат минус 6x қосу 9 тең болады 0-ге. Енді ұқсастарын біріктіреміз, бір жақшаға аламыз. Онда бірінші өрнекті бір жақшаға аламыз. Және екінші өрнекті бір жақшаға аламыз. Сонда бірінші өрнекті тұрған өрнегімізді бір жақшаға аламыз. Және екінші тұрған өрнекті бір жақшаға алатын боламыз. Бұл кезде бізде бірінші өрнектен 4x квадрат минус 6x азайтылған, ортасында азайтылған 6x минус 9 тең болады 0-ге.
Енді мына жерден қараңыз, бірінші өрнекте мен қайсыны жақшадан шығарамын? Екеуінде де бар, иә? 2 бар. 2-ні жақшаның сыртына шығарасың, және x бар. Онда 2x азайтылған 3 болады. Екінші өрнектен екеуінде де бар сан 3-ті шығарамын, сонда x минус 2x минус 3 деген өрнек шығады. Енді екеуінде де бар өрнек, ортақ өрнек екеуінде де бар. Бұл бізде 2x минус 3 деген екеуінде де бар. Онда жақшаның сыртына мен 2x минус 3 деген шығарамын. 2x минус 3 жақшаның сыртына шықса, жақшаның ішінде 2x азайтылған 3 деген өрнек қалды. Енді онда мен түбірлерін табам. Екеуі бірдей, бұл жерден қарап отырсаң, сонда 2x минус 3 тең болады 0-ге. Сонда x-іміз 3 бөлінген 2 деген жауап шығады. Жіктеу тәсілі осылай. Жіктеу тәсілінде негізгі басты осы ортасында тұрған берілген x деген санға 12, мысалы, мына соңғы есептегідей 12x деген, яғни соңғы x деген санға басты назар аударасыз. Квадрат теңдеуді жіктеу тәсілі осылай болып табылады.